Ассалаумағалейкум, көтен ағайындар, бауырлар. Мына Құдай қаласа мына биыл 2025 жылы Құдай қаласа мына жеміс ағаштарымыз алғашқы жемістерін беріп жатыр. Мына керемет, Құдай қаласа жылдан жылға бұлар көбейе береді. Тек енді мынаны келіп теріп алып отқан ағайындар, дұрыс жеген дұрыс, осы бауырларымыздың жегені керемет. Алса қанекеңдер осыған басшылық қылып жүрген, өмірден өткен бауыржан ағамыздың солардың шырылдап жүріп, Есейхан бауырым, ынтымақ досым, осы жігіттердің шырылдап жүріп жасаған еңбектерінің арқасы мына бүгін мына жерден де орылмай, қай жылғы екен білмеймін. Мына жер шабылмай қапты. Шабылған жерлер рахат, арасында жүре аласың. Құдай қаласа міне нәтиже. Міне жігіттер, рахмет баршаңызға, мына ат салысып ақша қорға үлес қосып отқан барша ағайындар, рахмет. Міне керемет. Міне байса қазақ байсын дей ма? Айналайын көтен ата, мына ұрпақтарыңыздың керемет бауы деп, міне Құдай қаласа енді жүрген жерде мақтанып айта аламыз. Артымызда мына өскелең ұрпақ, артымыздан шыққан інілеріміз, Құдай қаласа біз бармыз, алдағы бізге дейінгі ағаларымыз бар. Осының бәрін Құдай қаласа аяқсыз қалдырмайды деп үміттенеміз. Дәл соны аяқсыз қалдырмауға ат салсамыз, міне жігіттер, ағайындар, неге ақша дей береді демеңіздер. Міне нәтиже. Бұл тек бір мына өрік ағашы ғана. Енді осыны теріп алған кезде мұқият болайық жігіттер. Ағаштарын сындырмай, мүмкіндігінше көктемгі Құдай қаласа бұдан кейін дәрілеу жұмыстарын ұйымдастырып отыру керек. Керемет. Алсын, жесін, бірақ қорға да өз үлестерін қосып отырсын, Құдай қаласа. Енді бұл жерге қорға үлес қоспаған бауырларымыз енді ыңғайсызданатын шығар. Жалпы міне керемет бау. Бұл енді өрік ағашы жылда осылай сала бермейді, бірақ биыл Құдай қаласа мынау, міне өзім биыл бір рет жаңа дәмауыз тидім. Керемет. Мынау Түркістандағы мына Шобанақ, Оранғай жақтағы өзбектердің бауынан ешқандай кемдігі жоқ. Тамаша. Керемет ағаштар. Міне жеміс салып тұр, Құдай қаласа түпай. Осында келген кезде мынау көтен бабамыздың аруағы разы болсын. Осында жатқан басқаларымыз, аталарымыз бар, ағаларымыз, жеңге әпкелеріміз бар дегендей. Сол кісілердің аруағына бағыштап бір Құран оқып, Құдай қаласа өйтіп осында келіп, міне бауырым дәмауыз десеңіздер болады. Енді барымыз шелектеп кеп теріп алып кетпесек те, биылға Құдай қаласа енді алдағы уақыттарда солай мүмкіндік болады ғой. Оған да жетеміз. Бірақ дәл қазіргі таңда биыл келіп Құдай қаласа дәмауыз тиіп, бала шағаңызбен, отбасыңызбен дәмауыз тигізуге болады. Міне ағайындар, керемет, рахмет ат салысып жүрген ағайындарға. Енді үміттенем, басқа да ағайындар, осы уақытта сәті келмегендер, реті келмей жатқан шығар, жағдай болып жатқан шығар. Алдағы уақытта Құдай қаласа ат салысатын деген үміттеміз. Міне керемет нәтиже. Құдай қаласа алдағы уақытта алма бауларындай жақсап жүреміз. Сол, рахмет баршаңызға. Міне ағайындар, осы нәтиже. Бұл енді қаншама жылдық Құдай қаласа өнім беретін ағаштар. Мынау бау осының саясында келіп демалып бір сәт отырғанның өзі қандай тамаша болады. Бірақ енді мына ағайындар мынау шөпті, жантақты қараңыздаршы, самсып тұр. Арасын шауып малға биыл малдың жер құрғақшылық,
Ана шөптің бәрін тап тыйнақтай қылып шауып тазалап алып кететін адамдар болса құба құп болар еді. Мына арасында кішкене жүру қиындау болып отыр. Шабылмаған жерлер. Жалпылама сол. Рахмет жігіттер. Міне ағайындар, көрсетейін дегенім осы еді. Любой жерге мақтанып айтатын өрік ағаштары самсып тұр. Міне керемет. Міне қарашы жемісін.